Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгін 25-ші желтоқсан, Бішкек қаласында бисмилля осы фокус группа бастаймыз. Өздеріңіз туралы айтып берсеңіздер, есімдеріңіз кім болады, жастарыңыз нешеде, күйеуіңіз, келіншегіңіз бар ма, бала-шағаларыңыз бар ма, немен айналысасыздар? Ассалаумағалейкум жиынға қатысушылар, мен есімім Берік Мұратбекұлы. Осы қалалық белсенді режиссер, киноактер, одан кейін жаңағындай программист маман қазіртында Шүкір. жеңіл жұмыстарда. Сенің есің? Осы жерде қанша болып тұрып жатқаныңыздарға осы елде және осы елді отаным деп атай аласыздар ма? Мен осы Шымкентте Сарыағаш ауданында туылғам. Сарыағаш ауданы Жылға ауылында. Шымкентте жүргеніме биыл 6 жыл толады. Одан бөлек басқа қалаларда да болдым. Мен бірақ 100% отан деп айта алмаймын, өйткені бізде патриоттық сана сезім әлі қалыптаспаған. Мен оны қалыптаспай жатып, мен 100% бар деп айта алмаймын. Жақсы. Сөзсіз. Жерде қандай белгілі атақты тұлғалар болды, білесіз бе қандай? Шымкент өңірінде ма? Осы Түркістан облысында да жалпы Шамшық Қалдаяқов сөйлем, вальстың королі, өнердің королі болған кейін мен сол кісіні ғана жатқа білемін. Шамшық Қалдаяқов. Келесі сұрақ, бабаларыңыз туралы не білесіздер? Кім болғаны сіздерге маңызды ма? Қай источниктерден білдіңіздер бабаларыңыз туралы? Өзіміздің бабаларымыз. Смысл жиһаздарымыздан ба или қалай? Бізде енді ол туралы барлық деректер айтылмайды, бірақ бізде ата-бабаларымыз енді осыдан 3-4 бізден бастаған кезде, төмен жақтан бастаған кезде 3-4 ата-бабаларымыз осы оңтүстік өңірге белгілі бір құрылыс неде жұмыс жасаған деп естігем. Бірақ аса қатты ол туралы деректер қозғалғанын естімеппін. Жақсы. Қазақстан тарихын жақсы білесіздер ма? Және қандай тарихи жағдайларды білесіздер? Қай жерден білесіздер ол тарихи жағдайларды? Бізде қазақ естігенді білгенді деп айтады ғой, көбіне. Бізде сол Ақтабан шұбырынды, одан кейін Қазақ жоңғар шайқасы, одан кейін бертінгеде Отан соғысы, бірінші дүниежүзілік соғыстары өтті. Одан кейінгі желтоқсан оқиғасы, Алаш қозғалысы өтті еліміздің төңірегінде. Осы оқиғаларды естіп жүріп білген жайымыз бар. Бірақ менің енді бұл ресми деректерге кітаптарға шыққан емес, бірақ бұл көптеген журналистердің қазіргі таңда зерттеп отырған мәселесі осы нәрсені мен естіп қалған болатын. Бірақ мен сол нәрсеге әлі де бір жаңағыдай қызығушылық танытам. Қазақ батырларының жаңағы орыстың әскерін Сібірге дейін қуып барған деректер бар екен. Сол деректерді нақты қазбалап білгім келеді. Сол жайды. Жақсы, рахмет. Сіздердің көзқарастарыңызға Қазақстанның ер азаматы ол кім? Қандай болу керек деген мағынада ол сұрақ. Негізінде бір қазақтың кез келген ер азаматында әртүрлі не болу керек. Жаңа айтқан тұр, патриоттық сана сезім болу керек, анау болу керек, мынау болу керек. Мен бұл нәрселермен келіспеймін. Қазақтың ер азаматының бойында 4 нәрсе болса болды. Біріншісі ол білімнің ішінде ол экономика, технология, ол бір. Екіншісі жаңағындай тарихы, үшіншісі өзінің жаратылысы, төртіншісі өзінің денсаулығына қатысты білімі болса, екіншісі жаңағы өзіне деген сенімі болса, одан кейін аманатқа қиянат жасамайтындай бір өзінің жаңағыдай сана сезімі соншалықты деңгейде, жоғары деңгейде болатын болса, біздің қазақтың ер азаматтары осы деңгейде болса, тіптен керемет болады. Тіпті жоғарыдағы дамыған мемлекеттердің де қатарына оп-оңай қосылуға да мүмкіндік болады сол кезде, мен ойым. Жақсы. Анау бір сөз бар ғой, ешекте қорасы үшін аңырап береді, ит те үй үшін үріп береді деген нәрсе бар ғой. Бірақ сол ит өз үйіне жағдай жасай алмаса, ол ит емес дейді ше. Тек ол соны қорғап жүрген, анау жай ғана ит дейді ше. Егер ол үйге жағдай жасайтын адам болса, сол ер азамат сол адамның міндетін атқару керек, иттің емес деген сияқты. Сол нәрсені айтқым келеді. Жақсы. Сіз қалай білесіз? Дүние деген адамды біріктіреді деп бөледі ғой. Біз қазақ деген халықпыз, сондай бөлінуге деген. Бөліну десе бір жан басымыз кетіп тұрады осы жаққа қарайша. Бірақ бірігуге келген кезде бізді басымызды қосатын
оның өзінде барлығында емес, тек көкпарда басымыз қосылады. Одан кейін жаңағыдай ұрыс жиын болған жағдайда қосылады. И сосын жоқ, тойда онша қосыла бермейміз бізде. Одан кейін көтерілісте бас қосылады. Басқа кезде бас қосылу қиын. 300-ге бөлінеді, қалаға бөлінеді, руға бөлінеді, тура сол сияқты темалар өте көп. Тек бізде көтерілісте ғана бірікпесе, былайынша бірікпейді. Жалпы қазақстандықтарды тіл біріктіреді, ең бірінші. Ол ортақ тіл қазақ тілі болу керек. Біріншіден, ол біздің қазақ тіліміз барлығын біріктіретін, себебі адам бір-бірімен қарым-қатынас жасау үшін, бір-бірімен араласу үшін ең алғаш тіл керек. Ортақ тіл керек. Ол ортақ тіл бәрімізге қазақ тілі. Яғни ортақ тілді меңгергеннен кейін ортақ дәстүр керек. Қазақтың дәстүрі мысалға бұл барлығын біріктіреді деп ойлаймын. Қазақтың салт дәстүрі, қазақтың тілі бұл бәрімізге ортақ, бәрімізді біріктіретін, бәрімізді жинайтын бір ортаға. Бұл тіл мен ұлттық дәстүріміз. Отанға деген сүйіспеншілікті не шақырады сіздерге? Отанға деген. Жалпы отанды сүюге деген ынтамды, сезімді оятатын ол нәрсе мынау. Мен өзім саяхаттағанды жақсы көремін. Осы саяхаттап жүріп, мен байқағаным, әлемнің сұлулығын біз телевизордан көріп жүрміз ғой. Ал мен сұлулықты өзіміздің республиканың ішіндегі бірнеше қалаларға бардым. Сол қалалардың ішінен байқадым. Мысалға мен шөлді көру үшін Сахараға баруым қажет жоқ. Арал жақта бір шөлді дала бар, сол жерде барсам болады деген сияқты. Мен сарқырама көру үшін маған тропикалық мемлекеттерге емес, осы жақын жерде Қазақстанның ішінде бір сарқыраманың бар екенін, бірақ оның қай жер екенін есімде жоқ. Потому что ол жерге бізді белгісіз күйде апарды да. Осы табиғаты мені жаңағыдай отанға деген сезімді оятады. Ол бір. Екіншіден, отанымыздың тілі. Енді әр адам туылған кезде білесіздер ғой, әркім деп солай сөйлейді ғой. Осы уақытқа дейін менің үйренгенім тек қана қазақ тілі. Одан кейін көрші мемлекеттермен жүрсек те біз қай жаққа жақынбыз, сол тілді білеміз де. Біздің қазақ болып туылған кезде екі тілді біліп туғанымыз менің отанға деген махаббатымды одан сайын қоздырады. Осы мен. Жақсы, рахмет. Қандай тарихи жағдайлар белгілі бір роль атқарды осы Қазақстан тарихында? Қазақстанда ма? Қандай бір тарихи жағдайлар бір маңызды бір роль атқарды? Сұрақ мен түгелдеп өтесіз, тамам ма? Тарихи оқиғалардың ішіндегі қайсысы Қазақстан үшін маңызды болды деген сұрақ қой бұл жерде ше. Тоқталып отырған. Өзің сайтыңызшы. Қазаққа маңызды бар екі тарихи оқиға бар. Ең маңызды деген. Ол қазақтың жаңағыдай кезінде Әбілқайыр хан бар. Сол хандықтан бөлініп шығуы, Керей мен Жәнібектің қазақ хандығын құруы, бұл өз кезегіндегі ең маңызды оқиға. Бөлінбеген жағдайда не болар деген сұраққа ешкім бас қатырғысы келмейді. Неге? Өйткені ол кездегі оқиға, ол сол кездегі оқиға болып қала береді. Бірақ оның бағасын беру ол біздің қолымызда не болғаннан кейін, оның бөлініп шығуы Қазақстан үшін 300-дің басында. Ал енді осының өзі бір тарихи маңызды оқиға, бөлініп шығуы. Ал енді қараңыздар да, тәуелсіздік алу оңайда, ал тәуелсіздікті сақтап қалу қиын ғой. Өмірде ең басты нәрсе. Қазіргі таңда интеллектуалдарды ойындарда да көрсетіледі ол нәрсе. Өзіңіз жеке мемлекет ашатын болсаңыздар, жаңағыда ойында бір ойын бар, енді диктатура деген ойын бар. Сол диктатура ойынында көрсетілетін нәрсе, саған тәуелсіздікті алып береді ақш, бірақ сол тәуелсіздікті сен Қытаймен, Америкамен, Ресеймен, жаңағыдай басқа мемлекеттермен сақтап қалуың керек та. Бірақ ол жерде сақтап қалу ол президенттің ғана міндеті. Ал енді президент осы күнге шейін жүргені, осы тәуелсіздікті аман сақтап қалғаны, бұл біздің Қазақстандағы ең маңызды тарихи оқиғаның екінші бөлімі деп есептеймін. Оған дейінгі оқиғалардың барлығы, олар да маңызды, бірақ маңыздылығы жағынан мен үшін екінші орында тұр. Керей мен Жәнібек хан, және де Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев пен Нұрсұлтан Назарбаев. Қазақстандықтар және Қазақстан тарихы үшін қандай тұлғалар маңызды және неліктен? Біздің тарихымызда. Кімдер ма? Біздің Қандай тұлғалар? Атап шықсаңыз болады да?
қазақ хандығы үшін енді ол қараңыздар да атаған тұлғаларыңызды және де не үшін ол маңызды тұлға болғаны деген иә соны түсіндіру керек. Менде топ 10 тұлғаны атап өтсем бола ма? Топ 10 тұлғаны. Біріншіден ол Керей мен Жәнібек хан, оларды атап өттім жаңа. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев пен елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, осы төртеуі болма. Жаңа олардың себептерін атап өттім. Ал енді бесінші тұлға ол Әбілқайыр хан. Осы кезінде Қытай қалмақ халықтары, одан кейін Қоқан хандығы, сол хандықтардан жаңағыдай қорғап қалу мақсатында ол Ресейдің құрамына кіріп, Ресейден баспана сұрап, қазақтың бүгінгі күнге дейін жетуіне бір үлесін қосқан хан деп есептеймін. Ол бесінші тұлға қазақтағы. Алтыншы тұлға ол Ахмет Байтұрсынов. Қазақ әліпбиінің негізін қалап, қазіргі таңда біздің жазу кириллицамен жазып жатқанымыз осы Ахмет Байтұрсынов атамыздың арқасы деп білем. Одан кейін тұлға Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатұлы, Оян қазақ деп жырлап, қазақты Алаш ордамен жаңағыдай тартып, бүгінгі күнге дейін жеткізген. Одан кейінгі тұлға қазақтың батыры Бауыржан Момышұлы. Ал 10-шы тұлға ол кешегі желтоқсан оқиғасында өмірден озған Қайрат Рысқұлбеков. Осы 10 тұлғаны атап өте аламын. Қазақстандықтар үшін қандай мереке тән? Бір ағамыз айтқан 8 марттан басқасын бәрі мереке ғой деп негізі. Сол айтпақша, жоқ, әрине аналарды құрметтеу, қыз-келіншектерді жаңағыдай сыйластықпен қарау, ол басты орында тұрған нәрсе. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, ол кісі әйел адамдарды құрметтеу керек деп өз кезегінде жаңағыдай сынамаларында айтып өткен, ол нәрсе Құранда да көрсетілген. Бізде қазаққа тән мейрам 22 наурыз, одан кейінгі ертеңгіде жаңағыдай тәуелсіздік күні ол нәрсе айтылды. Көбіне бізде қазақтарда ұмыт болып бара жатқан нәрселер ол біздің қазақтың ең алғашқы құрылған күні. Осы күнді анықтап, шынында осы қазақтың нағыз қазақ күні деп аталса, ол мүлдем бір керемет күн болар еді. Одан кейін нақты күнді ұмытып қалдым, бірақ домбыраның да өзінің бір мерекелік күні бар. Осы мерекеде бір жеке аталып өтілсе, ол нұр үстіне бір нұр болар еді. Құрбан айт, ораза айт, ол нәрселердің барлығы айтылды. Және де бір енді көбіне біліне бермейді ғой, бізде елімізде қазіргі таңда ашылатын кафелердің де барлығы қытайский кафе, европалық кафе, азиялық кафе, өзбек кафесі, түрік кафесі деп сөйтіп ашып жатады ғой. Бірақ негізіне келген кезде арасында біздің қазақ тағамдары бар деп айтылады, бірақ шынына келген кезде қазақтың тағамдары ұмыт болып бара жатқан. Байраммен қатысты, иә, осы нәрсені де бір атап өтсек дұрыс болады деген нәрсені. Рахмет. Сіздердің ойыңызша ресми тілі қай тіл болуы керек? Қазақ тілі, Қазақ тілі. қазақ тілі ресми тіл. қазақ тілі. Патриоттық сезім дегеніміз не? Отаншылдық қазақтың ер азаматы қандай болу керек деген сұраққа тоқталып қойдық бағанағы бір баяғы сұрақтардың бірінде. Осы сұраққа жауап бергенде мен 4 мінез бен 4 білімді айтқан болдым. Осы 4 мінез бен 4 білім бойында табылған жігіт болатын болса, соның бойында патриоттық сана сезім ол міндетті түрде болатын дүние. Патриоттық сана сезім деген ол ұлтқа, дінге, сенімге, азаматқа, азаматшаға қорған бола алу. Осының барлығы патриоттық сана сезім. Жаңа айтқан сөзім бар ғой, ит те үй үшін үріп береді, ешек те қорасы үшін аңырап береді деген сияқты. Осы нәрсе патриоттық сана сезім. Ол ондай болмау керек. Өз отбасын, өз үйін, өзінің жаңағыдай отанын дамыту, өзгерту, жаңашылдық қосу, осылардың барлығын жасай алған азаматтың бойында патриоттық сана сезім болады. Осы отаншыл болғанда ол әскерде армияға барасың ба? Әскерге ма? Бармай өз балалар қашып жүр. Егер денсаулықтың жарап тұрғанда барар едім. Жақсы, әскерші.